моей инициативе начата большая работа по наведению порядка в сфере ономастики. В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок. Вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества и родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. Депутаты поддержали это предложение. В результате у нас есть единый четкий регламент ономастической работы. Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости. Біздің көрнекті тарихи тұлғаларымыз ұлықтауға әбден лайық. Сөз жоқ. Олардың есімін ел жадында сақтау перзенттік парызымыз әрі жалпы ұлттық болмысымызға тән қасиет. Бірақ ономастиканы тарихи еңбегі ешқандай архив құжаттармен расталмаған тұлғаларды ұлықтау құралы етуге болмайды. Тәуелсіз Қазақстанда жоғары қызмет атқарған азаматтардың өзі кеңес дәуірінің қайраткерлерін, соның ішінде ашаршылықты ұйымдастыруға қатысы бар адамдарды әсіре мадақтаумен айналысып жүр. Бұл өкінішті әрі түсініксіз нәрсе.